Математика сабағы. Сабақ тақырыбы дұрыс және бұрыс бөлшектер. Сабақ мақсаты дұрыс және бұрыс бөлшектерді, аралас сандарды ажырата білуді үйренесің. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын логикалық сұрақтар бойынша ойымызды ширатып алайық. Кәнеки, мына жердегі жауабы нешеге тең болады деп ойлайсыңдар? Яғни бутербродымыз 5 теңге, чипсыйымыз 1 теңге болады, балмұздақ 10 теңге, я? Көбейту бірінші орында алатындықтан, 1-ді 10-ға көбейтсек 10, 10-ға 5-ті қоссақ, неше болады екен? 15 болады екен. Дұрыс, балалар. Ал енді мына диаграммаға қарап, балалар, диаграмманы оқиықшы. Балалардың жауабын бағала, өз пікіріңді білдір. Әлия мен Арман сыныптастарының арасында жер бетінде су қорын сақтау үшін не істеуге болатындығы туралы сауалнама жүргізді. Яғни, балалардың 49%-ы өзіңнен бастау керек деді. 100-де 49-ы. Ал 100-дің 8-і үкіметтен қатаң эко заңын кіргізуді талап ету керек деді. Ал балалардың 26%-ы табиғатты қорғау маңызды екеніне үгіт жүргізу керек деді. Ал балалардың 5%-ы ештеңе істей алмаймыз дейді. Ал 100-дің 9%-ы мұны үкімет шешеді, маған қатысы жоқ дейді. Ал балалардың 3%-ы мен білмеймін дейді. Мінеки балалар, біз диаграмманы оқыдық және бөлшектерді жаздық. Ал енді екінші тапсырма. Мына жерде балалар боялған бөліктерді көрсететін бөлшектерді жазу керек. Яғни бізде бірінші фигурамыз 6 шаршыдан тұр, е? Оның 2-і боялған, ал екіншіде 6-ның 6-ы да боялған. Яғни осы бөлшектердің қосындысы түрінде жазатын болсақ, 6-ға 2-ні қосамыз 6-дан 6-ға. Қосу кезінде бөлімі сол күйінде жазылады да, алымы қосылады 6-да 8. 6-да 8 дегеніміз 1,6-дан 2-ге тең. Яғни 1 бүтініміз ол 6-да 6 бөлшегі 1 бүтін, және бірінші суретте 6-ның 2-і боялып тұр. Сондықтан да 1,6-дан 2 аралас санға тең болды. Яғни бала бөлімі мен алымы бірдей бөлшек бір санына тең болады. Мысал, 6-да 6, ол яғни 6-ны 6-ға бөлу деген сөз. 6-ны 6-ға бөлсек 1 болады екен. Алымы бөлімінен кем болатын бөлшек дұрыс бөлшек деп аталады екен. Дұрыс бөлшек әрқашан бір санынан кем болады. Мысал, 6-да 1 бұл дұрыс бөлшек, ол 1-ден кем болады. 6-да 3 бұрыс бөлшек, яғни ол да 1-ден кем екен. Ал алымы бөлімінен артық немесе тең болатын бөлшек бұрыс бөлшек деп аталады. Бұрыс бөлшек әрқашан бір санынан артық немесе тең болады. 4-те 8 алымы бөлімнен артық болып тұр. Яғни бұл бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек бір санынан артық. 4-те 4 бұл да бұрыс бөлшек. Яғни ол 1-ге тең екен. 8-де 8 бұл да 1-ге тең. Бұл да бұрыс бөлшек. 3-те 12 бұл да бұрыс бөлшек, өйткені бұның алымы бөлімінен артық болып тұр екен. Ал енді балалар, осыған байланысты есеп шығарамыз. Ұзындығы 25, ал ені ұзындығының 5-тен 1 бөлігіне тең болатын 4 бұрыш шектемеге ұзындығы қандай білте тақтайша қажет болды? Мына алдарында суретте көріпсіңдер, білте тақтайша. Осының ұзындығы 25 екен. Ал ені 5-тен 1 бөлігіне тең. Олай болса, енін табу үшін не істейміз? 25-ті 5-ге бөлеміз. Сонда ені 5 сантиметр екен. Енді тіктөртбұрыш
25-ті 5-ке бөлсек 5 болады екен. Олай болса, ені 5 сантиметрге тең. Ал енді тіктөртбұрыш жиектемеге ұзындығы қандай білте тақтайша қажет болды? Яғни оның бұл жерде біз жиектеме төртбұрыш жағына керек болатын болса, білте тайғақша, яғни 20 периметрін табады екенбіз білте тақтайшаның. 25-ке 5-ті қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Сонда 60 сантиметр, яғни 60 сантиметр тақтайша қажет болды. Ұзындығы 60 сантиметр тақтайша қажет болды. Әсі тіктөртбұрыш пішінді бақшаға қоршау керек екен, жасау керек. Бақшаның ұзындығы 80 сантиметр, ені ұзындығының 8-ден 1 бөлігіне тең. Қоршаудың жалпы ұзындығы қанша болуы тиіс? Міне көріп тұрғандай қоршау ұзындығы 80 екен. Ені 8-ден 1 бөлігіне тең болатын болса, енін табу үшін 80-ді 8-ге бөлеміз. Ені 10 сантиметр. Ал енді жалпы ұзындығын табатын болсақ қоршаудың, онда бұл жерде тағы да периметрін табамыз. Периметр деген, яғни тіктөртбұрыштың барлық қабырғаларының қосындысына тең екен. Олай болса, 80-ге 10-ды қосамыз, оны 2-ге көбейтеміз. Сонда 180 сантиметр. Яғни жалпы ұзындығы қоршаудың 180 сантиметр болуы тиіс екен. Үшінші тапсырма. Сым темірдің 4-тен 1 бөлігі, яғни 16 метрі кесіп алынды. Сым темірдің жалпы ұзындығы қандай? Мына алдарындағы сым темір осы 16 метр кесіп алынды. Яғни бұл сол барлық сым темірдің 4-тен 1 бөлігіне тең екен. Олай болса, сым темірдің жалпы ұзындығын табу үшін 16-ны 4-ке көбейтеміз. Сонда 64 метр. 64 метр сым темір қажет. Ал енді балалар, мына тапсырманы орындайықшы. Әр суреттегі үлестердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз. Бірінші фигурада, яғни тіктөртбұрыш 3-ке бөлінген. 3 бөліктің 3-еуі де боялған. Оны 3 қосу 3 деп алады екенбіз. Оған қосамыз. Екінші фигурада 3-тің 1 бөлігі боялған. Яғни 3-те 1-ді қосамыз. Сонда 4-те 3. 4-те 3 дегеніміз 1,3-тен 1-ге тең екен. Яғни 3-те 3-іміз 1,3, оның кейін 3-те 1 бөлігі боялған деген сөз. Дөңгелекке қараймыз. Дөңгелектің 4-еуі де боялып тұр. Яғни 4-те 4, ол 1,5-ге тең. Және 4-тің 3 бөлігі боялып тұр. Ол 4-те 3-ге тең. Сонда 4-те 7 екен. Ол 1,4-тен 3-ге тең. Келесі төртбұрышқа қараймыз. Яғни 8-дің 8 бөлігі де боялып тұр. Яғни ол 1,5-ге тең. Және 8-дің 3 бөлігі боялып тұр. Сонда екеуін қосса, 8-дің 11 бөлігі боялып тұр екен. Яғни ол 1,8-ден 3-ге тең. 1,5-іміз ол 8-де 8, және 8-дің 3-і боялып тұр деген сөз. 1,8-ден 3-ге боялып тұр екен. Яғни тең екен осыған. Үйге тапсырма 109-шы бет 10-шы есеп. Балалар, бүгінгі мен сендердің сабақтарыңды, яғни фишкалар арқылы бағалаймын. Ал енді балалар, жетістік баспалдағына өз жапсырмаларымызды жапсырамыз. Тапсырманы жақсы орындай алсаң, яғни ең жоғарғы баспалдаққа өзіңнің жапсырмаңды жапсырасың. Аздап қиналсаң, екінші баспалдаққа жапсырасың. Егер сабақты орындай алмасаң, үшінші баспалдаққа жапсырасың. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.